Ал бисмилля. Ассаламағалейкум, кеш жарқалдарыңыз қалай? Бүгінгі эфир енді супер болайын деп тұр. Адамдар шығып алсын, таныса отырайық, сұрақтарыңыз болса қойып отырыңыздар. Так, бүгінгі эфирде кеше айтып өткендей, Қытай ванхундарының қалай TikTok эфир арқылы миллиондар тауып, миллиардтар тауып атқандығын бөлісетін болам. Қандай фишкалары бар олардың. Және де Қытаймен сауда туралы TikTok, Instagram, Reels'тар арқылы тауар сату туралы сұрақтарыңыз болса қойсаңыздар болады. Және де білесіздер, бізде бүгін Ванхун деген жаңа жобамызға сағат 12-де сатылым ашқанбыз күндізгі. Енді қазір соны сұрап атқан кісілер бар екен. Қалай өтеді, не үйренеміз сол жерде? Үйрене аламыз ба, үйрене алмаймыз ба? Не жалпы соның бір презентациясын жасап жіберейін сіздерге. Сұрақтарыңыз болса қойыңыздар. Және де бүгін мен күшті ұсыныс айтамын. Эфир соңында сол ұсынысты қабыл алған жандарға қай жан қабыл алады, мен сол адамдарға сыйлық беретін болам. Өте жақсы сыйлықтар дайындап қойдым. Так, олай болса достар, есімдеріңіз кім болады, қай қаладан боласыздар, таныса отырайық. Мен өзім Қымбат Бақытбекқызы, Алматы қаласынан болам. Сіздер қай қаладан боласыздар? Алматы, Ақтау, Атырау, Астана, Шымкент. Қай қаладансыздар, немен айналысасыздар? Адамдардың барлығы шығып алғанша сіздермен таныса отырайық. Бүгінгі эфир именно кімдерге арналған, уже тауарный бизнеспен айналысып жүрген, тауар сатып жүрген, Қытайдан әкеп, Пиндудудан әкеп, бірақ та табысы азнаулақ, табысы азнаулақ, яғни соңғы кездері уже табысы азайып кеткен. Және де жаңа ниша іздеп жүрген. Сол енді тауарды көбірек сатудың жолын іздеп жүрген, Instagram, TikTokты қолға алып, TikTok прямой эфирге шығып, тауар сатып, Қытайлар сияқты, мына Қазақстанда тиктокерлер сияқты жақсырақ ақша тапқысы келетін, мықты блогер болғысы келетін, Ванхун болғысы келетін, Қытай ванхундары сияқты көбірек тауар сатуды үйреніп, табысын, ақшасын көбейткісі келетін, үй машина алғысы келетін, үйде отырып ақ табыс тапқысы келетін, және де өзінің қосымша табысына, яғни өзі бір жерде жұмыс жасайды, зарплатаға жұмыс жасайды, плюс тағы да қосымша табыс тапқысы келетін жандарға арналады бүгінгі эфиріміз. Бүгінгі эфирде мен сіздерге қалай өзіңнің қазіргі жасап жүрген жұмысыңа қосымша түрде TikTok прямой эфирге күніне небәрі 1-2 сағат уақытыңды арнап, кез келген уақытта, дайын тауармен қалай TikTok эфир арқылы табыс табуға, тауар көбірек сатып ақша табуға болатын фишкаларын айтамын. Және де осы TikTok эфирді үйренемін, жасаймын деген жандарға менің өзімнің жаңа жобам, Ванхун жобам туралы айтатын болам. Жалпы Ванхун деген сөз естіп көріп едіңіздер? Сәлеметсіз бе? Қалыңыз қалай? Қалдарыңыз қалай, қымбаттылар? Ванхун деген сөз естіп көрген кісілер бар ма? Айша ханым, қалайсыз? Кеш жарық. Так, Ванхун, Ванхун. Қытайша Ванхун деп айтылады. Енді Қазақстанда Ванхун деп аударып деген, енді солай бола берсін. Ванхун деп. Негізі Ванхун деп айтылады Қытайша. Так, Ванхун дегеніміз, әсіресе мына TikTok эфир арқылы көбірек тауар сатып, сол Ванхун болып TikTok эфирде көп ақша тапқандарды Ванхун деп айтады. Кеш жарық, қалайсыздар, сәлеметсіздер ме? Қай қаладан боласыздар, немен айналысасыздар? Бұл жерде бізде ашық еркін, сұрақ сұрасаңыздар ақы алмаймыз. Бүгінгі эфир сіздер үшін кез келген сұрақтарыңыз қоя аласыздар. Немен айналысасыздар, сіздермен жақсырақ танысып алайық, қай қаладан боласыздар. Бүгін сіздерге мен TikTok эфир арқылы қалай Ванхун болуға болады, сол TikTok эфир арқылы көбірек тауар сатып, сағаттап қалай ақша табуға болатынын сіздерге айтатын болам. Ванхун дегенде сізден естіп жатырмыз дейді. Өте керемет. Ванхун дегеніміз жалпы TikTok эфир арқылы және TikTok Reels'тар арқылы, Instagram Reels'тар арқылы тауар сатып, просто тауар сатқан адам емес, сол тауардан үлкен жетістікке жеткен, үлкен табыс тапқан, танымал болған адамды Ванхун деп айтады. Ол танымал болу негізі қиын емес, бірақ та бір өздерінің бір фишкалары бар. Соларды жасаған кезде сіздерде солай Ванхун болуларыңызға болады. Енді мен бұл эфирде сіздерге Ванхун болу үшін не заттар керек екенін айтып жіберейін. Кешегі эфирде Қытайлардың мен фишкаларын айттым, қалай олар Ванхун болып, қалай көбірек ақша тауып жатыр. 3 фишкасын айттым. Жалпы оларда неше өте көптеген фишкалар бар. Мен өзім Қытайға барып, Қытай Ванхундарынан арнайы оқып, диплом алып келдім. Қазір мен сіңлім болсасын, сосын дипломды алып кеп көрсететін боламын.
арнайы сол жерде оқып, қалай уанхун болуға болады, TikTok эфир арқылы қалай сағаттап тауарлар сатып, сағаттап миллиондар табуға болатынын үйреніп келдім. Және де мен оны өзім жалғыз игілігін көріп отырмай, сіздерге де үйрету мақсатында. Алматы пенсионерлерге болады ма дейді. Болады әрине. Мейлі сіз Алматыдан болсаңыз, Астанадан, Ақтау, Атырау, пони барлық қалаға бола береді. Сіз даже ауылда отырсаңыз да болады. Тауар жоқ болса да бола береді, достар, е. Уанхун болу үшін не зат керек, жалпы айтайыншы сіздерге, е. Мен өзімді таныстырып өтейін. Есімім Қымбат Бақытбекқызы, Қытай Халық Республикасы Алтай қаласынан 2016 жылы Қазақстанға көшіп келгем. Елім, жерім, осы жерде өнемін, өсем деп. Және де бұл жерге мен өзім негізі Қытайда жүріп 2015-тен бастап, 2014-тен бастап осы Қытайдың саудасына кіргенмін да. Қайтып Қазақстанға келіп, тоже саудамен айналыстым. Қытайдан Қазақстанға тауар кіргіздім, карго аштым, Қытайдан Қазақстанға тауар алуды үйреттім, шәкірттер тәрбиеледім. Қазірге дейін менің 5000-нен артық шәкірттерім бар. Онлайн марафонымды алған, курсымды алған, офлайн сабағымды алған, тауарымды алған дегендей. Жалпы Қазақстан бойынша өте көптеген нәтижеге жетіп жатқан, өте үлкен тендермен айналысатын оптовый базарлары бар, үлкен бутик магазиндері бар, ресторандары бар, өте көптеген менің оқырмандарым, клиенттерім, шәкірттерім бар. Сондықтан тек дипломды тапсырып жатқаныңды көрдім дейді. Дұрыс айтасыздар, мен Қытайға барып осы уанхундықты үйрену үшін 2 ай жүрдім, 2 ай жүрдім. Арнайы сабақ оқыдым, мен просто барып видео түсіріп қайтқан жоқпын. Арнайы 2 ай жүріп, сол жерде Гуанчжоуға да бардым. Ол жерден де бүкіл зауыттарды, кантонский выставкаға қатысып, кантонский выставка деген емес, Қытайдың Европа нарқына тауар шығаратын зауыттарының арнайы сол көрме өткізеді, тауарларының көрмесін өткізеді. Соларға барып, бүкіл контактісін жинап келдім. Үрімшідегі нелерге бардым, үлкен, сол жерде де заводтар бар, үлкен оптовый складтар бар. Барлығын аралап, еще сол жерден Қытай уанхундарынан арнайы дипломы бар, мықты уанхундардан сабақ оқып, осы қалай TikTok эфир арқылы тауар сатуға болатын қытайлардың құпиясын үйреніп келдім. Неге біз қытайлардан оқыдық? Өйткені мен өзім қытайша білемін, Қытайдан келген болғасын, университетті қытайша бітіргенмін. Сонымен қатар мен Қазақстанда осы уанхундықты қазақстандықтарға тікелей Қытайдың уанхундарынан тікелей жеткізгім келді білімді, тіл білгеннен кейін. Және де ол жерде уанхунды Қытайда өте дамыған, Қытайда жаңағы уанхун арқылы табыс тапқан, TikTok эфир арқылы ақша тапқандар өте көп. Сондықтан біз тікелей Қытайдан оқыдық. Айта аласыз ба дейді. Қазір сұрақтарыңызды қоя беріңіздер, мен сіздерге жауап беремін. Қазір мен сіздерге жалпы уанхун болу үшін не керек, не заттар керек, соны үйретіп беретін боламын, Енді қараңыздар, мен бұл жерде уанхун болу үшін не істеу керек, сұрақтарыңызды қоя беріңіздер, бәріңізге жауап беретін боламын, Уанхун болу үшін бізге не зат керек жалпы, Уанхун болу үшін бірінші ниет керек, ниет. Істеймін, жасаймын, табамын, дайынмын деген адамда бір ниет керек. Сынап, мінеп, көрейін, бүйтейін, сөйтейін деп біреуден бір нәрсе іздеп жүрген адам керек емес, ниет керек. Сізде талпынам, істейм, жетем, просто маған білім берсе болды, үйреніп жасаймын, просто жасаймын. Жасауға дайынмын уже, басқа менде не жоқ, тек қана жасаймын, тек қана өзімді өзгертем, тек қана табыс табам, тек қана дамимын, байимын деген адам дайын, ниет керек. Адам дайын болу керек бірінші, мына ішіңіз уже таза болу керек та, мынадан. Бір. Екіншіден сізде телефон болу керек, телефон. Просто телефон, интернет болу керек. Все болды да. Интернет болу керек. Өзіңіз дайын болсаңыз, телефоныңыз болса, интернетіңіз болса, сосын қалай уанхун болуды білсеңіз, яғни TikTok прямой эфирде қытайлардың қалай уанхун болып тауар сатып атқан фишкасын білсеңіз, и все болды да, үйренсеңіз болды. И плюс тауар керек да, тауар керек. Осы 5 нәрсе керек болды, все. Осы 5 нәрсе керек. Енді осы 5 нәрсенің сіздің өзіңізде дайыны, осы 3 нәрсе дайын сізде, Өзіңіз дайын болсаңыз, ниетіңіз дайын болса, болды, жасаймын, ешкімнен еш нәрсе күтпеймін, просто үйренем, бірге бір жасаймын, соны қайталап деген ниетіңіз дайын өзіңізде, Телефон бар қазір. Кез келген адамда телефон бар, қазір. И интернет бар, обязательно интернет болғасын, қазір кіріп отырсыздар Инстаграмға. И плюс сіздер енді уанхундықтың қалай уанхун болып TikTok прямой эфирде көбірек товар сатуға болатынын білсеңіздер, және де сіздерде товар болса ғана жеткілікті. Осы 5 нәрсе болған кезде сіздер кез келген ауылда да, қалада да, кез келген жерде отырып
тауар сатып, Қытай ванхуңдары сияқты табыс таба аласыздар. Енді осы 3 нәрсе сіздерде дайын болса, келесі этап ванхуңдықты үйреніп бастасаңыздар болады. Ал егер де мына 3 нәрсе сіздерде дайын болмаса, онда чота осы 3 нәрсе дайын болғанша дайындалып қойсаңыздар болады, е? Так, дайынсыздар ма? Сіздерде телефон бар ма? Сіздерде ақша табам, істеймін, дамимын, өзімді өзгертем, ешкімнен еш нәрсе іздемеймін, просто үйренсем, ары қарай өзім істеп кетем деген ниеттеріңіз, таза ниеттеріңіз дайын болса, телефондарыңыз болса, интернеттеріңіз болса, онда осы эфирде соңына дейін отырыңыздар. Мен ары қарай сіздерге қалай ванхуң болуды айтатын болам. Енді ванхуң болу үшін не істеу керек? Ванхуңның негізі TikTok прямо эфирде тауарды просто шығып сатсам болды екен деген нәрсе ол өтпейді. Сіз просто егерде сіз ванхуңның мысалы қытайлардың фишкасын, қалай көбірек тауар сатуды, қалай TikTok эфирде отырып көбірек адам жинауды, қалай TikTok эфирді жүргізуді, қалай көбірек табыс табуды, TikTokта ақша табуды білмесеңіз, тоже бекер да. Сондықтан бұл жерде мен қытайлардың TikTok эфирде қалай көбірек тауар сатып ақша табуын үйреніп келдім. Және де өзім 2014 жылдан бастап тауар сатып жүрмін, онлайнда, офлайнда, яғни 10 жылдық тауарный бизнестегі тәжірибемді қосып үйрететін боламын. И ванхуңның жалпы айтып өттім, мен сіздерге ванхуң жобамды айтып жіберейінші қазір. Мен осы жаңа жоба, қазір менде жаңа жоба ванхуң. Бұл ванхуң жаңа жобамның ерекшелігін айтайын сіздерге. Ванхуң жаңа жоба не үшін құрдым, өзім арнайы Қытайға барып үйреніп келдім дедім ғой ванхуңдықты, Ванхуң дегеніміз не? Жаңа айтып өттім, TikTok прямо эфирде миллиардтап ақша тауып атқан адамдарды ванхуң дейді. Ал ванхуң болу үшін, сондай TikTok эфирде көбірек ақша табу үшін, көбірек тауар сату үшін не істеу керек? Сол ванхуңдықты үйрену керек, Ал енді бұл ванхуң деп мен жаңа жоба аштым, себебі мен өзімнің осы тауарный бизнесте тауар сату саласында 10 жылдық тәжірибем бар. Екіншіден менің тауарым бар дайын. Өзім осы жолы Қытайға барған кезде, бұрыннан бері біз тауар сатамыз, білесіздер ғой, Қытайдан әкеліп, И плюс осы жолы мен кантонский выставкаға бардым, бүкіл Қытайдың зауыттарын араладым, Әртүрлі бизнеске қажетті Қазақстанда өте сұраныс болып жатқан зауыттардың контактысын алып, келісіп, уже тауар бізде дайын қазір, Тауар дайын бізде. И ванхуңдықты сол Қытайда 2 ай бойы жүріп үйрендім. Қытай ванхуңдарынан үйреніп, дипломын алып келдім, ванхуң деген, Дипломын алып келдім. Яғни осы өзімнің Қытайдан үйреніп келген білімім, ванхуңдықты білімім, Қытайлардың қалай тауар көбірек сату білімім бар, 10 жылдық тәжірибем бар, және де тауарым бар. Қытайдан егер де сіздер менің қолымда тұрған тауарларды емес, маған тікелей зауыттан керек десеңіздер, онда тікелей зауыттан тауар алып береміз, және тікелей зауыттан тауар алуды үйрететін боламыз. Так, сондықтан мен осылардың барлығын қосып ванхуң жобамды аштым. Бұл жоба кімдерге арналған? Бұл ванхуң жобасы кімдерге арналған? Біріншіден, бұл жаңа жобаның ішінде біріншіден тауары бар кәсіпкерлерге арналған. Ол қандай кәсіпкерлер? Мүмкін Пиндудудан тауар алып отырған, қолында тауар алып сат жүрген, Каспий магазин арқылы сат жүрген, интернет арқылы сат жүрген, немесе оптом бутигі бар, магазині бар, уже тауар дайында, бірақ та соңғы кездері уже тауары азақ сатылып қалған, уже общий саудасы төмендеп кеткен, бірақ тауары бар, бірақ сата алмайтын. Мына қазір интернетті қолға алу керек, еді, мына елдің бәрі интернеттен алып кетті деп. Енді интернетке көшкісі келген, осы Instagram және TikTok арқылы тауарын сатып, табысын бұрынғыдан неше есе көтергісі келген кәсіпкерлерге арналған. Уже тауары дайын адамдарға арналған. Қолыңызда тауарыңыз бар, уже соны просто сату керек, TikTok эфир арқылы көбірек сату керек, Вот сондай адамдарға арналған. Екіншіден, интернет арқылы Instagram мен Каспий мен тауар сатып жүрген. Мысалы бар ғой, қазір базардан алады, Каспийге қойып сатады, бірақ та азнаулақ, 2-3 күнде бір заказ түседі, бір аптада бір заказ. Әйтеуір өлместің күнін көріп жүрген, бірақ та әйтеуір Instagram мен интернетпен бір сауда жасап, бір ақшаның дәмін татып қалған, бірақ көбірек елдер сияқты миллиондап, миллиардтап тапқысы келетін, өскісі келетін, үй, машина алып шетелге шығып жағдайын жасағысы келетін жандарға арналады. Осындай жандар болатын болса, жүректеріңізді басып қойыңыздар. Так, үшінші, тауарный бизнесті енді бастап айналысқысы келетін жандарға арналады. Вообще саудамен айналысып көрмеген, бір жерде зарплата жұмысқа жасайтын, немесе мүлдем еш нәрсе жасамайтын, үйде отырған осындай бір
Инстаграмды немесе осы тикток эфирді қолға алып, менде тауар сатсам бекен, тауар саталам бекен, өзі зады тикток эфирмен тауар сатуға бола ма, болмай ма? Мен тәжірибем жоқ, тауарды қайдан алам деп, нөлден бастағысы келіп жүрген адамдарға арналады. Тауарный бизнеспен елдердің ақша тауып атқанын көзі көріп отырған, содырға қызығып отырған, мен де бастасам екен, істесем екен, ақша тапсам екен, әттең деп бір үлкен ұлы арман мақсаты бар жандарға арналады. Егер бар болса, араларыңызда лайк басып қойыңыздар. Так, төртіншіден, кәсіп бастап үй машина алғысы келетін, шетелге шыққысы келетін адамдарға арналады, иә? Мысалы, көріп отырсыздар, қазір Инстаграм мен интернетпенен әйтеуір адамдар бизнестерін бастайды, бір жылдың ішінде машина алып алады, үй алып алады, шетелге шығып кетеді, түсінбейсің да қалай алып атқан, солар қалай алып жатыр. Соның бәрін сізде жасағыңыз келсе, мен сіздерге осы уанхун болып жасауларыңызға, яғни мүмкіндіктер бар қазір, иә? Так, төртіншіден, так, 4-ке келдім ба, 5-ке келдім ба? 5-ке келдім, иә, 5-ке келдім. Сұрақтарыңыз болса қойы беріңіздер. Еркін өмірді қалайтын. Бір жерде зарплатаға жұмыс жасайды, айлығы аз, былай тартсам былай жетпейді, алғысы келетін жақсы киім алғысы келеді, жақсы телефон алғысы келеді, шетелге шыққысы келеді, елдер сияқты жақсы жерге бар тамақтанғысы келетін, ата-анасына көмектескісі келетін, сондай еркін, біреудің қабағына қарағысы келмейтін, бастықтың мысалы, иә, өзіңіздің азырақ зарплатаңызға уже қанағаттанбай жүрген болсаңыз, өміріңізді өзгерткіңіз келіп жүрген болса, еркін кез келген жерде жүріп табыс тапқыңыз келетін болса, онда осы уанхундықты үйреніп кез келген жерде табыс таба аласыздар. Иә, араларыңызда бар ма? Бар болса плюс жіберіп қойыңыздаршы, осындай шіркін-ай деп, мен өзім еркін жүріп, осы ауыстар сияқты, осы инстаграмдағыдар сияқты бір ақша тапсам ғой шіркін, бір 5000 теңге тапсам да шіркін, өзім бір асықпай отырып, еш нәрседен уайымдамай отырып, тамақ ішетін қашан болады деп бір еркін өмір сүргісі келетін жандарға арналады. Так, ата-анасына көмектескісі келетін, қажылыққа апарғысы келетін, борышын өтегісі келетін жандар бар ма араларыңызда? Опалы бала болғысы келетін, иә? Бала шағасына жақсы өмір сыйлап, бала шағасына жақсы киім кигізіп, жақсы мектептен оқытып, жақсы тамақ ішкізіп, сондай бір жақсы өмірді қалайтын жандар болса, плюс қалдырып қойыңыздар. Я, сондай адамдарға арналады. Және де үйде отырған аналар, әсіресе, мысалы, үйде отырады, баласы бар, 1 жастағы, 2 жастағы, немесе бір 4-5 баласы бар, немесе жаңадан үйленіп атқан, бірақ та не істейін десе де, сыртқа шыға алмайды. Күйеу сыртта жұмыс жасайды, күйеуінің жағдайын жасау керек, үйде отырып, тамақ істеу керек, баласына қарау керек, үйге қарау керек. Бірақ та күйеуінен уже ақша сұрап шаршаған, табысы жаңағы үйіне өзіне бір нәрсе жегісі келіп қалады. Әйел адам сондай ғой, өзі эмоционалды ғой, бір отырасында бір нәрсе жегің келеді. Сол жегің келген нәрсені ала алмайсың. Сол азын-аулақ ақшаны күйеуіңнен сұрап шаршағансың да, мынаны әкелші дегеннен. Енді қалтаңда азын-аулақ болсын, ақша тұрса жақсы ғой, жегің келген нәрсені барасында жей бересің, кигің келген біреуден бір нәрсе көріп қызық. Енді әйел адам сондай ғой, жылтыраққа қызығамыз, ананы алғымыз келіп тұрады, мына көйлекті алғымыз келеді, баламызға ана бір зат алып бергіміз келіп тұрады да. Вот, сол кезде шіркін, хап өзімде бір ақша болса, хап мен бір азын-аулақ болсын, бір табыс тапсам ғой шіркін деп, бір үйде отырып ақ, далаға шықпай ақ, тауар жоқ болса да, үйде отырып ақ ақша тапқысы келетін үйде отырған аналарға арналады. Және де айлық жұмысынан шығып еркін өмір, жеке кәсіп бастағысы келетін жандарға арналады. Сонымен қатар қосымша табыс тапқысы келетін пенсионерлерге, әртүрлі үйде отырған немесе сыртта бір жұмыс істеп жүрген, қосымша көбірек ақша тапқысы келетін жандарға арналады. Жалпы ақшамен болған проблемасын шешіп, ақша жоқ деген проблемадан құтылғысы келетін жандарға арналады. Осының арасында барсыздар ма, сіздер барсыздар ма? Мынаған ұқсамай мен мүлде бұлардың ішінде жоқпын деген адамдар бар ма? Осында арасында сіздер болсаңыздар, бұл ванхун, яғни тикток прямой эфирде еркін кез келген жерде жүріп, тауар сату сіздерге арналады. Мінекей менде Қытайдан оқып келген бүкіл білімім, бүкіл ақпарат барлығы бар, мына бір бөлігі әлі тағыдан жерде бар. Осының ішінде бүкіл не үйрену керек, қалай үйрену керек, қалай істеу керек, бүкіл нәрсе жазылған. Мынау қытайша демеңіздер, мен сіздерге сабақ барысында полный қазақшасын аударып беретін болам. Ал мынау болатын болса, құттықтап қойсаңыздар болады. Мінекей құттықтап үлгермеген кісілер, Қытайдың бүкіл Қытай танитын мінекей диплом. Көрдіңіздер ме? Қытайдың таңбасы міне. Мына жерде қымбат деп жазылып тұр. Қытайша білетін кісілер болатын болса, мінекей мына жерде қымбат Бақытбек қызы, Қытайша білетіндер болса, қымбат Бақытбек қызы, яғни осындай бір арнайы уанхундықты үйрететін Қытай компаниясы
соның дуаншипинг животай хо дейді. Яғни TikTok эфирде видео және прямой эфир арқылы TikTok эфирде тауар сатуды полный үйреніп шыққандығы үшін, яғни толымды деген осындай міне ванхун болуға, TikTok прямой эфирде тауар сатуды нестеуге, сатуға толымды деген диплом. Міне құтты болсын дейді диплом. Ой, рахмет жандарым, сол міне диплом осы үшін жүріп келдім мен Қытайға үйреніп та. Просто мына көрсету диплом үшін емес, білім маңызды ғой, дұрыс па? Білім маңызды да. Так, қараңыздар достар, осының арасында бар болсаңыздар, плюс қалдырып қойыңыздар, иә? Мен де ақша тапқым келеді, көбірек ақша тапқым келеді. Сіздер ақша тапқыларыңыз келмей ма? Жоқ қой, бір плюстарыңыз жоқ қой. Или осы өмірлеріңіз сіздерге жетеді ма? Осылай өмір сүре берген жақсы ма? Күніне әйтеуір 500 теңге, 1000 теңгемен тамақ алып ішіп жүрсем, өмір сүріп жүрсем болды. Зачем дейтін адамдар бар ма? Құтты болсын дейді. Рейтігін көр дейді. Ой, жандарым, сол рахмет. Сіздерге де жұғысты болсын. Мен де Алла қаласа осындай диплом берем сіздерге. Менің ванхун оқыған, курсымды оқыған жандарға осындай диплом берем. Керек болса қытайшасын берем. Қытайша керек десеңіздер, қытайша диплом, қазақша керек десеңіздер, қазақша басып берем. Ну, қараңыздар. Мінекей. Так, достар, бұл жобадан не үйренесіздер? Біріншіден, бұл ванхун жобасында біріншіден TikTok'ты нөлден бастап қолдануды. Яғни нөлден бастап, кейбір кісілер айтады, менде TikTok'тың вообще менде TikTok парақшасы жоқ, немесе TikTok парақшам бар, бірақ та подписчигім жоқ, 1000 адам толған жоқ, мен эфирге шыға алмаймын деген сияқты, вообще оны түсінбеймін деп айтатын адамдар болады ғой, иә? Қазақша диплом керек дейді. Әрине қазақша диплом береміз. Әрине мен өз шәкірттеріме ғана берем, оны оқып шыққан, нәтижеге жеткен адамдарға ғана берем оны, иә? Вот. Біріншіден нөлден бастап подписчик жинап, TikTok нөлден бастап құрып, TikTok эфир арқылы нөлден бастап табыс табуды полный үйреніп шығасыздар. TikTok эфирге шығып, қалай қытайлар сияқты тарсылдатып, тауарлар сатып, сағаттап миллиондар табудың құпияларын, фишкаларын отиды үйретемін. Және де сол эфирге шыққан кезде, мысалы, кейбір кісілер айтады ғой, мен эфирде сөйлей алмаймын, даже видеоға түсе алмаймын, немесе мен эфирге шығып тұрып сөзімді ұмытып қалмаймын ба, қалай болады деген кісілерге арнайы отидо TikTok эфирде не айтасың, сәлемдесу, амансыңыз, саламетсіздер ме деп айтудан бастап, тауарыңды клиентке сатқанға дейінгі бүкіл айту керек сөздің барлығын біз жазып дайындап береміз. Мейлі офлайн оқысаңыз да, онлайн оқысаңыз да, иә? Просто жаттаңызшы бастапқыда деймін да. Ары қарай уже қалай өз сөзіңді айландырып, қалай сатасың, қалай көбірек тауар сатуға болады, нелер айту керек, нелер жасау керек, TikTok эфирді қалай өткізу керек, полный отидо үйрететін болам, иншалла, иә? Так, достар, енді қараңыздар. Енді қараңыздар. Үшіншіге келдік, е? TikTok Reels арқылы өз брендіңді қалыптастырып, TikTok Reels'тар арқылы, Instagram Reels'тар арқылы өзіңнің брендіңді қалыптастырып, бренд тауарыңды Қытайдан жасатып, мысалы, қазір тауар жасататындар көп қой, косметика жасатып жатыр, бір тал мынандай крем жасатып жатыр, сол арқылы әйтеуір ана ұтыс, мына ұтыс деп жатыр. Ешқандай ұтыс-пұтыссыз халал түрде қалай осы Қытайдан тауар, өзіңнің бренд тауарыңды жасатуға болады, қалай соған өз брендіңді жаттатасың, арзан бағада қалай әкелесің зауыттан прямой, және соны TikTok прямой эфир арқылы қалай команда құрып сатасың. Иә, команда құрып сатасың, қалай содан миллиондар жасайсың, миллиардтар жасайсың, соны мен отиды үйрететін болам. Екіншіден, так, бесінші болып кетті ма? Және де, егер сізде тауар жоқ болса, мен сізге тауар нишасын тауып берем. Өйткені саудамен айналысып білмейтін кісілерде олар не сатсам екен деп басқарады, білмейді да, ненің жақсы өтетінін, қалай өткізу керек екенін білмейді да. Вот. Сондықтан мен сіздерге тауар нишасын берем. Мысалы, сіз мынаны сатыңыз, сіз мынаны өткізе аласыз деген сияқты дайын тауар нишасын таңдап беремін. Разбор жасаймын, жеке-жеке әр адамға жеке-жеке разбор жасаймын. Іштеріңізге үңілейік, сіздің іштеріңізде не жатыр, не қолыңыздан келеді, қандай нәрсені сіз болашақта да алып кете аласыз, қандай нәрсемен айналысқанда сіз көбірек ақша таба аласыз. Соның барлығын іштеріңізді қазып, разбор жасап, именно сіздің бизнесіңізге арнайы бизнес план құрып, мысалы, сіз миллион табам десеңіз, сол миллионды қалай табу керексіз, не істейсіз, не сатасыз, қалай сатасыз, отидо болады. Бұл жерде сізге тек қана ойбай TikTok эфирде былай деп қана емес, полный сіздің бизнесіңізге полный үңілетін боламыз, е? Так, одан кейін
Сататын тауар егер сізде жоқ болса, бізде арнайы заводпен келісімге келген дайын тауарлар бар. Сол тауарлардың ішінен өзіңіз таңдап сататын боласыз. Яғни бізге доступ, постоянно бізден сол ішкі бағамен тауар алып сатып тұруға доступ. Ал егер де сіз басқа қалада болсаңыз, доставка жағынан қиналатын болсаңыз, сіз тек қана TikTok эфирге шығып, күніне біздің үйреткен фишкалар бойынша күніне 1-2 сағат шығып отырсаңыз болды. Заказыңыз болса, біз тікелей осы Алматыдан барлық қалаға жіберіп беріп отыратын боламыз. Түсінікті ма? Тауарың жоқ деп қиналмайсың, тауар береміз, білім береміз, фишкасын үйретеміз, подписчик қалай жинауды үйретеміз. Соны сіз просто үйреніп алып, менің айтқан бір істеп, тапсырманы бірге бір қарап, сабаққа уақытында қатысып, соны жасасаң ғана жеткілікті. Так, сонымен қатар тікелей эфирде қысылмай қалай сөйлеуге болады, сөйлеу өнері қалай сөйлейміз, қалай отүйді арқарай практика сабақтары болады. Мысалы, сіз егерде Алматыға менің офлайн сабағыма келетін болсаңыз, менің қасымда тұрып, бірге бір сізге сөйлеуге, бірмен бір сөйлеп, екі сөйлеп, полный сізге үйретіп шығарам, практика болады. Ол жерде полный практика болады. Яғни сіз уже сабақ барысында ақ TikTok прямой эфир арқылы тауар сататын болып, сразу бастап кетесіз. TikTokерлігіңізді, яғни уаңқұңдық бизнесіңізді сразу бастап кетесіз сабақ барысында. Ал егер де сіз басқа қалада болсаңыз, Алматыға офлайн сабаққа келсеңіз болады, немесе онлайн қатыса аласыз. Онлайнда да Zoom эфирде разбор жасаймыз. Яғни полностью сабақтарға доступ болады. Арқарайда сіз үйреніп кеткенше қайталап қатыса аласыз. Ал егер сіз Алматы қаласында болсаңыз, сабақ бізде офлайн сабақ 5 күн ғой. Сен 5 күнде үйреніп біте алмасаң, келесі потоктағы жаңа потокқа да қатыса бересіз. Сіз қашан сол білімді алып, үйреніп, жасап, табыстап кетесің, соғанға дейін сабаққа қайталап қатыса бересіздер. Бір рет төлейсіз, болды, бір жыл бойы қайталап келе аласыздар сабаққа. Мысалы, сіз бір рет білім қатыстыңыз ба сабаққа, бірінші потокқа. Егер үйрене алмасаңыз, екінші, үшінші потокқа келе бересіздер. Яғни сіздерге уже арқарай сондай мүмкіндіктер берілетін болады. Түсінікті ма? Так, ұмытып қалам, бүйтіп қалам, сөйтіп қалам деген әңгіме болмайды. Сіздер үйреніп алып кеткенше біз барлық сіздерге мүмкіндікті беретін боламыз. Сонымен қатар Instagram Reels арқылы тауар сатуды, Instagram Stories жүргізуді, Instagram арқылы ақша табуды. Қазір білесіздер ғой, Instagram Reels арқылы өте көптеген тауар сатуға, брендіңді қалыптастыруға, блогер болуға болады, соның барлығын үйреніп шығасыз, иншалла. И кері байланыс болады бұл жерде, кері байланыс обязательно болады. Сіз офлайн сабақ өтсеңіз де ары қарайда түсінбей қалған, білмей қалған жеріңізді постоянно бізбен кері байланыста боласыз. И Қытаймен бизнес құны 500 мың теңгелік менің авторлық 2018-ден бастап үйретіп келатқан сабағым бар. Менің бұрынғы оқырмандарым білесіздер, сол құны 500 мың теңгелік сабаққа доступ болады. Осы TikTok сабағын оқығандарға Қытаймен бизнес сабағына доступ болады. Так, сонымен қатар, егер де сіз басқа қалада болсаңыз, біз доставка тауар жіберіп беріп отырамыз, және де біздің Алекспорт Қытайдан Қазақстанға тауар тасымалдайтын каргомызбенен шексіз доступ болады. Яғни сіз егер де Қытайдан тауар алдырып қалам десеңіз, енді бізден үйреніп шығасыз ғой Қытайдан тауар алуды. Бүкіл Қытайдың 1688 Pinduoduo, Taobao, WeChat, Alipay, бүкіл сабақтарды үйреніп шығасыз ғой. Сол сабақтарды үйреніп болғаннан кейін Қытайға тапсырыс беретін болсаңыз, біздің каргомыз арқылы Қытайдан Қазақстанға постоянно тауар алып отырасыз. Яғни мен бұл жерде үйреніп болдың, ары қарай өзің жаса демеймін. Ары қарайда бізбенен серіктес болып, біз арқылы заводтан тауарлар алдырып, Қытайдан бір нәрсе керек болса, біз арқылы алдырып, біз постоянно сіздерге ортада бір көпір боламыз. Қытаймен осы тауарный бизнесте сізге керек тауарды, сізге керек білімді, сізге керек доставканы біз жасап беріп отырамыз. Яғни біз сізге ары қарайда сізбен жұмыс жасаймыз. Яғни үйрендің болдың. Кейбір бар ғой, мысалы, мынаны ал да бол, ары қарай үйреттім бол, ары қарай естесең осы тауарды қайдан алсаң содан ал деп айтатын нәрселер бар ғой. Бізде ондай емес, бізде өзіміз тауар береміз. Сіз мысалы мына курстан кейін де постоянно тауар керек болса, бізден ішкі бағада алып тұрасыз. Постоянно біздің доставка арқылы заводтан тауар керек болса, біз сізге көпір боламыз, тауар алып беріп тұрамыз. Егер де сіз өзіңіз тауар алып жата алмасаңыз, біз заказ беріп алып береміз. Яғни бұл жерде біздікі ұзақ уақыттық серіктестікке айналады ары қарайда. Вот. Мысалы, менің 2018, 2022, 2023-тегі оқыған шәкірттерім қазір бір нәрсе керек болса, әлі күнге шейін менімен хабарласып, тауар алдырады заводтан. Әлі күнге шейін біздің каргомызбен жұмыс жасайды. Әлі күнге шейін бір нәрсе жаңалықтар болса, менен сұрап үйреніп отырады да. Мен оларға, сен қойшы 40 жылдың алдында үйреніп кеткенсің ғой, неге сұрап жатсың мынаны деп айтпаймын да.
Ол менің 3 жылдың алдындағы шәкіртім болса да, 5 жылдың алдындағы менің клиентім болса да, шәкіртім болса да, мен оларға әлі күнге шейін услугамды берем, әлі күнге шейін менімен жұмыс жасайды олар да. Сондықтан бұл деген бір реттік нәрсе емес. Бұл иншалла біз мына бизнесте Алланың қуатымен болады екенбіз, ары қарай да бізбен жұмыс жасай бересіздер. Осы тауарный бизнесте тауар керек па, не зат керек, ары қарай да біз дәлші, біз сіздерге көпір боламыз. Так, сонымен қатар айттым, жаңа кері байланыс болады дедім, сабақ офлайндықтарға онлайн сабаққа да доступ болады. Енді не үйренетіндеріңіз түсіндіңіздер ғой, не үйреніп шығатындар. Осыдан кейін енді Алла қаласа біздің айтқанымыз бірге бір істеп тапсырма орындасаңыздар, иншалла барлығын үйреніп шығатын боласыздар. Ал енді көптеріңізге офлайн сабақ қызық екен, басқа қаладан келем деп атқан кісілер өте көп, даже Алматыдағыларда прям жазылып жатыр. Негізі орындар аз қалды, білесіздер, кеше мен 5 адам алам деген. Офлайн сабақ қалай болады? Офлайн сабақ қымбат қанымен 5 күндік Ванхон теория және практикалық офлайн сабақ дейді. Алматы қаласында өтеді, менімен бірге сіздер 5 күн бойы Алла қаласа бірге бір менің қасымда отырып, менің алдымда отырып үйренесіздер. Сіздер ол жерде тек қана ванхондықты ғана емес, жалпы бизнесіңді қалай масштабқа шығарасың, қандай тауар сатасың, қалай сатасың, не сатсаң болады, қалай істейсің, жалпы сенің бизнесің бар болса да, тауарың бар болса, Алматыдағы кісілер, егерде мысалы сіздердің бір бутиктеріңіз, магазиндеріңіз, складтарыңыз бар болса, мен сіздерге бір реттік складтарыңызға немесе бутиктеріңізге барып, сіздерді сол жерден практика жасатам, қалай істеу керек, қалай орналастыру керек, қалай тауар сату керек, полный сол жердің жаңағы TikTokқа қай жерге шығасың, полный барлығын реттеп беремін. Командаңыз болса, сол жерде командаңыздың алдында бір реттік сондай бір кім не жасау керек, кім шығу керек, қалай сөйлеу керек, қай тауарды қалай таныстырасың, практика жасататын болам. Алматы қаласындағылардың бутик магазиндеріңізге тікелей баратын болам, бір рет. Ал қалған сабақтарда бізде арнайы офиста болады, сабақ практика, теория және практика болады. Яғни қазір мен мына нәрсені үйреттім ба, сразу сіз практика жасап, прямой эфирге шығып, бастап кететін боласыздар. Алматылықтарға енді өте үлкен мүмкіндіктер бар. Егер де офлайн оқимын деген басқа қаладағы кісілер болатын болса да, Алматыға келіп бір оқысаңыздар болады. Так, басқа қалада болсаңыз офлайн оқи аласыздар, бұл онлайн оқи аласыздар, бұл офлайн сабақ, Офлайн сабақта 5 күн сабақ болады, одан кейін менің қасыма отырып бірге бір үйретем. Міне үйреттім, міне жасайсыз, міне үйреттім, міне жасайсыз. 5 жастағы балаға таяқ ұстатқанда етіп, қазақтың қарапайым тіліменен мысал келтіре отыра үйретемін. Құтқуырлатып басқа еш нәрсе айтпаймын, бастарыңызды қатырмаймын. Мен сіздерге нақты қазақтың қарапайым сөзімен жеткізем. Сондықтан үйрене алмай қалмаймын ба, жасым мынандай еді деген сияқты уайымдарыңыз болмасын. Алла қаласа, мен өзім осы шәкірт тәрбиелеп атқан 8 жылдық тәжірибеммен кімге қалай үйрету керек екенін жақсы білемін. Үлкен кісілерге қалай түсіндірсем, олар түсініп алып кете алады, жастарға қалай түсіндірсем, олар жасап кете алады деген сияқты. Мотивациясы жоқ адамға қалай мотивация беріп, оны қалай жыланесі жоқ адамды қалай жыланесін ашамыз, қалай істетеміз, барлық фишкалар менде уже тәжірибемнен, шынайы 300 жылдық тәжірибемнен келген, шәкірттер берілген қаншама жылдық, сондықтан барлығын үйрететін болам, иншалла. Так, саудаңызды қалай масштабқа шығаруға болады? Жеке-жеке офлайнда жеке-жеке разбор жасаймын әр адамға. Сонымен қатар бізде офлайнда Ванхон курсына, егер сіз офлайн сабақ оққаннан кейін ары қарай онлайн сабаққа сізге доступ болады 6 ай бойы. Сіз егер офлайн сабақты оқып болып, ары қарай үйіңізге барып қарайым десеңіз, кейін ұмыт қалмайым десеңіз, 6 ай бойы онлайн сабаққа да доступ аласыздар. Кері байланыс обязательно болады. Менен болады офлайн сабақтарға кері байланыс. Одан кейін нишаңыз тауып беремін. Мысалы, не сатам деп басыңыз қатырмайсыз келесіз, мен сізге дайын мынаны сат деп тәжірибеммен сізге разбор жасау арқылы тауар, дайын тауар нишасын тауып беремін, және де сол тауарыңызды практика жасап, сабақ барысында сатып, алғашқы табысыңызды тауып кететін боласыздар, иншалла. Қытаймен бизнес курсына 3 айға доступ беремін. Мен жаңа айтып өттім ғой, менің бұрыннан бері 2018-ден бері Қытайдан тауар әкелуді, карго ашуды, Қытаймен бизнес жасап, миллионер табуды үйретіп жүрген авторлық курсым бар. Сол курсыма, құны 500 мың теңгелік курсыма офлайндықтарға 3 айға тегін доступ беретін боламын. Және Алекспорт біздің каргоменен ары қарай, біздің карго ашам деушілік кісілер болса, біздің каргомен ары қарай жұмыс жасай аласыздар, Қытайдан тауар алдыра аласыздар, ішкі бағамен ортақ чат болады, кері байланыс болады. Алишоптың, яғни біздің Алишоп деген интернет магазиніміздегі
интернет магазинде жаңа мен айттым ғой, зауыттан дайын бізде тауар бар Алматыда деп, наличие тауарларды сіздер именно осы Қазақстанда TikTok эфир арқылы өте жақсы өтетін тауарларды сатуға, ішкі бағамен алуға доступ аласыздар. Және де бізбен серіктестік орнатуға доступ болады алматылықтарға, жалпы офлайндықтарға, иә. Өйткені арқарайда мен осы бизнесті тіпті де үлкен масштабқа шығару үшін обязательно мен команда аламын, серіктестер аламын. Соны мен осы офлайн сабаққа келген кісілердің арасынан таңдап алатын боламын. Және сонымен қатар тағы да басқа барлық осы сабаққа келдіңіз ба, сіз қандай немен келдіңіз, сізге қандай білім керек, қандай нәрсе керек, полный осы бизнестегі сұрақтарыңызға жауап аласыз. Мейлі сіздің бизнесіңіз бар болса да, жоқ болса да, полный қандай да бір сұрақ болса, полный мен сіздерге жауап беретін боламын, үйрететін боламын. Бұл бізде офлайн сабақ. Ал онлайн сабақ қалай болады? Енді кейбір кісілер бар ғой, басқа қаладағы кісілер. Онлайн сабақта тоже бізде Zoom эфирде жеке бизнесіңізге разбор болады. Яғни онлайн сабақта да осылай отырып, сіз прямой эфирге шығасыз, Zoom-ға мен де шығам, екеуміз ғана былай-былай сөйлесіп, разбор жасайын, нөлден бастап, мысалы, қалай сауда бастайсың, бастамасаң, бастаған болсаң, қалай соны ары қарай дамытасың, тауарың бар болса, соны қалай TikTok эфир арқылы сатасың, от үйде разбор болады, нишаларыңызды таңдап берем. Онлайндықтарда біздің ары қарай тауарымызды ішкі бағада алып сата алады, зауыттан әкелген тауарларды ниша тауып берем. Сосын Уанхун курсына онлайндықтарға 6 ай доступ болады. Кері байланыс болады бізде. Онлайнда негізі 2 пакет бар. Біреусі кері байланыспен болатын пакет, біреусі кері байланыссыз пакет. Оны қазір өздеріңіздің ахуалдарыңызға, жағдайларыңызға қарай таңдасаңыздар болады. Қытаймен бизнес жаңағы айтып өттім ғой, курсқа тоже онлайндықтарға да доступ береміз 3 айға. Алиэкспорт каргомызбен жұмыс жасай аласыздар, ортақ чат болады. Алишоп біздің, яғни жаңағы зауыттан дайын, осы Қазақстан Алматыда біздің дайын хит тауарлардың ішкі бағамен сатып, ішкі бағамен бір штук болсын алуға доступ аласыздар. Бізбен серіктестік орнатуға алғашқы потоктағыларға болады доступ. Онлайндықтарға сертификат беріледі. Офлайндықтарға да сертификат беріледі, онлайндықтарға да сертификат беріледі. Бірақ та именно жақсы нәтижемен шыққандарға беріледі сертификат. Активный болып сабаққа уақытында қатысқандарға, тапсырманы уақытында орындағандарға, айтқанды бірге бір істеп, нәтижеге жеткендерге сертификат грантына беріледі. Түсінікті болды ма? Түсіндіңіздер ма? Сұрақтар бар ма сіздерде? Түсінбей қалған, білмей қалған сұрақтарыңыз болса қойыңыздар. Ал ендеше кеттік. Онлайн сабақ, офлайн сабақ. Кім осы сабақтарды үйреніп, білім алып, сағаттап, бір күнне небәрі 1-2 сағат уақыт эфирге шығып, ақша табуға, қытайлар сияқты бытырлатып, тарсылдап тауар сатып, миллиондар табуға дайын. Мен дайынмын, прям жазыңыздаршы төменде. Кім осы білімдерді алғысы келеді, кім осы білімдерді менің қасында тұрып үйренгісі келеді, жасағысы келеді, ақша тапқысы келеді, жалпы өмірін өзгерткісі келеді, табысын өсіргісі келеді. Кім бар араларыңызда? Жоқ па ақша тапқысы келетіндер? Жоқ, қазіргі өмірлеріңіз ұнай ма сіздерге? Кім өзінің өмірін өзгертіп, табысын өсіргісі келеді? Қытайдың уанхуңдары сияқты, қытайлар сияқты көбірек ақша тауып, дайынмын дейді. Көбірек табыс тапқысы келеді, өмірін өзгерткісі келеді, дайынмын. Зеодар дейді, мен дейді. Орынгүл ханым, мен дейді. Дайынмын дейді. Өте керемет, әрине сіздер дайын болған соң осы сауда айналысу керек деп өзіңізді дамытқысы келетін адамдар негізі осындай пайдалы эфир қарайды ғой. Әдетте көп адамдар, мысалы, жалпы өмірде 100% адам болса, соның 99-ы олар ұсақ әңгіме, өсиет, интернет қарайды. Яғни пайдасы жағынан істетеді. Біреудің өмірін бақылайды, ананы бақылайды. 1% адам дамуға дайын болады. 1% адам өзін өзгертеді, 1% адам өте жақсы, сондай бір дамимын, байымын деп жүрген адамдар болады да, анандай активный, мықты, жақсы адамдар да, жетістікке жететін адамдар ғой солар. Вот. Ол нормально да. Енді қараңыздар, дайын болсаңыздар, мен сіздерге қазір өте жақсы ұсыныс айтамын, өте жақсы ұсыныс, дайынмын деген жандарға. Бұл ұсынысты сіздер қабыл алсаңыздар да болады, қабыл алмасаңыздар да болады, еріксіздерде да. Енді қараңыздар, офлайн сабақ, бізде жаңа айтып өттім, не үйренетініңізде. Негізі менде офлайн сабаққа тек қана 5 адам алам, бізде бүгін уже 2 адам жазылып болды, 3 орын бар, 3 орын бар.
2 орын жазылып болды, 3 орын бар. Енді қараңыздар, бұл офлайн сабақта жаңа не айтылатынын айттым, құны 1.200.000 теңге. Бірақ та мен дәл қазір 60% грант жариялаймын. Тек қана осы эфирде жазылып, орын алып, брондап үлгерген жандар 1.200.000 теңгелік менің жеке менторство офлайн сабағымды дәл қазір бар болғаны 60% грантпенен бар болғаны 480.000 теңгеге орын алып жазыла аластар. Бізде офлайн сабақ Алла қаласа 22 желтоқсан күні Алматы қаласында ресми түрде бастаймыз. Офлайнның құны 1.200.000 теңге. Дәл қазір эфирде отырып жазылған жандар бар болғаны 480.000 теңгемен жазыла алады. Бүгін маған хабарласқан, орын ала алмай қалған кісілер дәл қазір осы эфирде осы бағаменен полный оплата төлеп ала аласыздар. Білесіздер, маған бүгін хабарласқан, дайрекке жазған жандақта кісілер білесіздер, қанша болған? Ол кезде толқа 50% ғана болған жеңілдік, білесіздер ғой, 12-де ашылған сатылымда. Так, ол кезде бізде 50% жеңілдікпен 600.000 болды, Ал дәл қазір мына эфирде толық төлем жасаған 3 адамға мен 480.000 теңгеге беретін болам. Өйткені бізде 2 адам орын алып қойған. Шорын бар. Негізі мен офлайн сабаққа бірінші потокқа 5 адам алам. Өйткені менде қазір серіктестікке өйткені прямой қабылдайып, сондықтан командама прямой алам, сондықтан 5 адам алам. 2 адам орын алып қойған. Енді бізде 3 орын бар. Дәл қазір эфирде отырып төлем жасасаңыз, 480.000 теңгеге оқи аласыздар. Бұл бізде офлайн сабақ. Түсінікті болды ма? Енді онлайндықтарға бар. Онлайндықтарға қараңыздар. Онлайнға бізде онлайндықтарға жаңа айтып өттім, не үйрену керек екен, соңынан көрген кісілер мына жерде оқысаңыздар болады. Полностью офлайнда беретін сабақтың барлығын береміз. Тауар керек болса тауар береміз. Бәрі дайын. Біздің тауарды зауыт бағасын, ішкі бағасын ала аласыздар. Тауар іздеп, ниша іздеп әуре болмайсыздар. Ары қарай да бізбен жұмыс жасай аласыздар. Сабақты үйреніп оқып кеткенше қайталап көріп оқып жасай аласыздар. Және де егер де онлайн оқыған болсаңыз, Алматыда болсаңыз, бір реттік біздің практикаға қатыса аласыздар. Бір реттік сабаққа қатыса аласыздар, Алматыға келіп практика жасай аласыздар, бір реттік. Келіп тауар таңдай аласыздар былайша айтқан кезде. Ал енді қараңыздар, достар. Онлайн сабақта бізде 600.000 теңге болған. Дәл қазір 60% грантпенен бар болғаны 240.000 теңге болады. 240.000 теңге. Ойлаңыздаршы, сіздер осы менен полностью Қытайлардың TikTok прямо эфирде тарсылдатып тауар сатуын үйреніп, иншалла күніне үйлеріңізде 1-2 сағат уақытыңызды ғана арнап, сіздерде миллиондар, миллиардтар таба аласыздар. Тек қана менің айтқанымды Қытайдан үйреніп келген фишкамды бірге-бір үйреніп, жасасаңыздар ғана жеткілікті. Тауар бізде дайын, ішкі бағамен бір штуктеп болсын ала аласыздар. Доставка жасамайым десеңіздер, полный біз барлық қалаға доставка көмектесеміз, сіздер просто дайын берген нәрсені үйреніп жасасаңыздар ғана жеткілікті. Түсінікті болды ма? Бұл онлайндықтарға бар болғаны 240.000 теңге. Енді онлайн, офлайн, жаңағы маған кері байланыс керек емес дейтін жандарға бұл онлайн пакетке де офлайн осы 2 пакетке бізде кері байланыс бар. WhatsApp арқылы білмеген жеріңізді үйреніп сұрай аласыз. Ал егерде маған арзан керек еді, ақшам жоқ еді десеңіздер, мен бір стандарт пакет дайындап қойдым. Тек осы эфирдегілерге, стандарт пакет деген пакет бар. Ол жердегі ерекшелікті айта кетейін. Стандарт пакеттің ерекшелігі мынау. Стандарт пакетте кері байланыс болмайды. Бірақ та онлайн пакетте беретін бүкіл сабақ беріледі. Мен жаңа 240.000 теңгеге беретін бүкіл білімді аласыздар, яғни сабаққа доступ аласыздар. Сабаққа OneHong сабағына курсқа доступ 1 ай болады, кері байланыс. Нет. Не надо. Кері байланыс болмайды. Қытаймен бизнес курсына 1 ай доступ болады. Жаңағы біздің Алекспорт каргомызбен жұмыс жасай алады, біздің тауарларды ішкі бағада ала алады, кері байланыс мүлдем болмайды. Платформаға, сабаққа жаңағы 2 ай доступ болады. Общий анаған 1 ай, мынаған 1 ай, общий 2 ай доступ болады. Егерде ақшам аз еді деген мүмкіншілігі аз кісілер болатын болса, бар болғаны 95.000 теңгеге оқи аласыздар. Мен наличка төлесем болады ма дейді. Төлесеңіз болады, дәл қазір осы эфирде отырып төлей аласыздар.
дәл қазір осы эфирде отырып төлей аласыздар. Түсінікті болды ғой? Кері байланыс керек жоқ. Маған дайын сабаққа доступ берсең болды, өзім үйреніп алам. Ешқандай сұрақ қоймаймын. Кері байланыс керек емес десеңіздер, осы 95 000 теңгелік арзан пакетті алсаңыздар болады. Барлық сабақ дайын, просто сіздер өзіңіз оқып үйреніп алатын қабілеттеріңіз болса алсаңыздар болады. Жоқ, маған кері байланыс керек, мен сұрауым керек, үйренуім керек, қасыңызда тұрым керек десеңіздер, онда біздің офлайн сабақты оқысаңыздар болады. Офлайн немесе онлайн сабақты оқысаңыздар болады. Ал ендеше мен сабаққа 10 минутқа сатылым ашамын. Дәл қазір бізде сағат 52 минут кетті. 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59. Так, 10, 1, 2. Яғни 10-нан 2 минут кеткен кезде сатылым жабамын. 10 минутқа сатылым ашам. Тек қана 5 адамға, онлайнға бізде 3 адам керек. Офлайнға тоже 5 адам керек. Ол офлайнда уже 3 орын қалды, онлайнға орын бар. Но 5 адам аламыз жалпы. Грант 50% грант пенен тек қана қазір эфирде отырып тіркеле аласыздар. Егерде қолымда ақша наличиеде, анау-мынау десеңіздер, 10 000 теңге предоплата төлеп орын алып қойсаңыздар болады. 837-094-0482 нөміріне егерде полный оплата төлей алатын болсаңыздар, сразу төлеп саңыздар, өйткені біз бұл жерде бізде орын саны шектеулі, уже 2 адам орын алып қойған, бізде 3 орын бар. Сондықтан орын бітіп кетпес үшін ақшаларыңыз болса полный төлеп сағандарыңыз дұрыс, өйткені біз кім полный төлейді, соны біз қабылдаймыз. Ал егерде ертең азанда сразу 10-да салатын едім, қазір менде полный оплата наличие анау-мынау десеңіздер, 10 000 теңге предоплата төлеп, дәл қазір орын ала аласыздар. 1 минут өтті, 9 минут қалды. Достар, давайте тез етеміз, 9 минут қалды. Кім тәуекел етпейді, сол мақсатқа жетпейді. Егерде сіз өміріңізді өзгерткіңіз кеп, қаншама жылдан бері бір мүмкіндік іздеп жүрген болсаңыз, мықты сенімді маман іздеп жүрген болсаңыз, тауар іздеп жүрген болсаңыз, бір мүмкіндік, осындай бір білім іздеп жүрген болсаңыз, дәл қазір сіздің мына эфирде жайдан жай отырған жоқсыз, қаншама адам кіріп шығып жатыр. Сіз жайдан жай отырған жоқсыз, просто Алла тағала сіздің іздеп жүрген мүмкіндігіңізді алдыңызға беріп жатыр. Бірақ бұл мүмкіндік күнде болмайды. Себебі бізде түсте ғана бұл сабақтың бағасы офлайн 600 000 болған, онлайн 250 000 болған. Міне мен дәл қазір осы эфирде сіздерге офлайнды бар болғаны 480 000-ға, онлайнды бар болғаны 240 000-ға, еще ақшам жоқ дегендерге стандарт пакетті беріп отырмын. Бар болғаны 95 000 теңгеге. Сондықтан мұндай мүмкіндікті дәл қазір ғана сіздер ұстап қала аласыздар. Эфирден кейін уже бұрынғы баға бойынша офлайн 600, онлайн 250, стандарт пакет ол кезде болмайды. Сондықтан дәл қазір осы эфирде отырып тіркеліп алыңыздар. Бізде 2 минут уақыт өтті, бар болғаны 8 минут қалды. 837-094-0482 осы нөмірде Каспи бар, қымбат Б деп шығады. Толық төлем ақшаларыңыз болса сразу төлеп тастаңыздар, өйткені бізде орын аз қалды, 3 орын бар офлайнда. Егерде жаңағыдей ертең салатын едім десеңіздер, қазір 10 000 теңге предоплата төлеп орын алып қойыңыздар. Себебі бізде тек қана полный оплата төлеген жандарды алатын боламыз. Орын саны шектеулі, уақыт шектеулі. Қазір бізде 5 минут өтті, небәрі 7 минут қалды. Сағаттар, уақыттар, мүмкіндіктер көз алдыңыздан ойнап өтіп жатыр. Мен пакеттерді қайтадан таныстыра өтейін. Бізде офлайн пакет, офлайн пакетте менің қасында отырып 5 күн бойы үйренесіз, бірге бір үйретем. Осындай Қытайдың маған берген дипломы сияқты толымды деген диплом беремін. Дипломдарыңызды алып, арғарай TikTok прямо эфирге күнделікті күніне 1 сағат, 2 сағат уақытыңызды арнап, Қытайлар сияқты миллиондар, миллиардтар табуды үйреніп жасап шығатын боласыздар иншалла. Бірге бір үйретем, бизнесіңізге разбор жасап беремін. Уже сіз сабақ барысында сразу тауар сатып, практика жасап, алғашқы табысыңызды тауып кететін боласыздар. Арғарай тапсырма береміз, күнделікті тапсырмаларды орындайсыздар. Иншалла біздің тауар дайын, тауар береміз. Мына сияқты бізде өте көптеген тауарлар бар, зауыттан тікелей алып келген. Сол тауарларды бір штүктеп болсын, ішкі бағада ала аласыздар. Яғни бәләнбай миллион керек емес. Тауар алу үшін жарай ма? Сіз бір тауар саттыңыз ба, бір тауар алыңыз, пожалуйста. Бірақ барлық адамға емес, тек қана біздің осы сабақтан өткен, тексерілген, осындай білім алған дайын адамдарға ғана сондай доступ болады. Офлайнның бағасы 480 000 теңге, дәл қазір осы эфирде тіркеліп үлгерген жандарға. Онлайнның бағасы 240 000 теңге, дәл қазір осы эфирде тіркеліп үлгерген жандарға. Ал егерде кері байланыс керек жоқ деген кісілерге
стандарт пакет 95 мың теңге. Онлайнда берген барлық білімді береміз. Сабаққа, платформаға доступ болады 1 ай. Қытаймен бизнес сабағына да 1 ай доступ болады. Бұл стандарт пакеттің ерекшелігі, бұл жерде кері байланыс болмайды. Сіз сабаққа біз доступ береміз. Болды, все, ары қарай бізді іздемейсіз. Біз сізге кері байланыс бермейміз. Ал егерде жоқ, маған кері байланыс керек, сізді іздеймін, мен жазамын десеңіз, онда сразу онлайн пакетті аласыздар. Стандарт пакетте мүлдем кері байланыс болмайды. Курсқа мейлі сіз офлайн оқсаңыз да, онлайн оқсаңыз да, стандарт пакетті алсаңыз да, курсқа тіркелгеннен кейін возврат возврат болмайды. Өйткені мен бұл білімдерді 10 жыл бойы жинап тердім, қаншама шәкірттерім миллиондар тауып, үлкен бутик магазиндерін ашып дамып, миллиардер болып жатыр. Менің еңбегім 10 жылдан бері жиып терген. Қытайға барып, ақша шығындар болып, оқуыма төлеп, уақытым кетіп, 2 ай бойы үйреніп, жинап теріп келген қан терім, білімім, мен сол біліміме доступ бергеннен кейін, сен менің білімімді алдың ба, ақысын төлеп аласың, ары қарай возврат, анау мынау вообще жоқ. Ондай ниеттерің болса, сразу менің эфирімнен шығып кетсеңдер болады. Маған тек қана бір Алла деген ниеті жақсы, түзу, үйренгісі келетін, жасағысы келетін, дамығысы келетін позитивный адамдар, позитивный шәкірттер керек. Просто так, все. Сразу басында ашып алайын сөзді, курсқа тіркеліп алғаннан кейін возврат болмайды. Түсінікті ма? Мейлі қай курсқа қатыссаңыз да возврат нет. Вообще болмайды. Сондықтан дәл қазір барлығын шешіп ойланып тіркелсеңіздер болады. Мен өтірік, кейбір өдір сияқты анау мынау деп мақтап өтірік не істемеймін. Сразу айтам, шындық осы. Бар нәрсе осы да. Вот. Достар, егерде кері байланыс керек емес, ақшам азырақ еді десеңіздер, осы стандарт пакетке тіркеліп алыңыздар. Бар болғаны 95 мың теңге. Полный жаңағы офлайнда, онлайнда беретін сабақтардың сабаққа доступ 1 ай береміз. 1 айда иншалла үйреніп кетесіздер. Қытаймен бизнес сабағына 1 ай, жаңағы Уанхун сабағына полный сабақтар болады. Оның ішінде полный барлық сабақ болады Уанхунның. И 95 мың теңгеге 1 айға сіз жаңағы үйреніп аласыз да, иншалла ары қарай 1 айдың ішінде бастап кете аласыздар. Ал егерде жоқ, маған ұзақ уақытқа керек, қымбатқан, мен ары қарай маған кері байланыс керек, куратор керек, даже сіздің қасыңызға барып, сіздің энергияңызбен бірге бір бастап кеткім келеді, мотивация алғым келеді, сразу сол жерден сауда істеп ақша тапқым келеді, дамығым келеді, сізбен бірге ары қарай связь болып, подружка болғым келеді, жұмыс жасағым келеді, серіктес болғым келеді, командаңызда болғым келеді десеңіздер, онда менің офлайн және онлайн пакетімді алыңыздар. Давайте, достар, онлайн бізде стандарт пакет 95 мың теңге, онлайн пакет 240 мың теңге, офлайн пакет 60% грантпен бар болғаны 480 мың теңге болады. Так, бізде 3-ақ минут қалды, достар. Мен көп сөйлеп кетіппін ғой, уақыт өтіп кетті, кешіріңіздер. 3-ақ минут қалды. 3-ақ минут қалды. 3-ақ минут қалды. Бізде уже 2-ақ орын бар, достар. 2-ақ орын қалды, 2-ақ орын қалды. 3-ақ минут қалды. 3-ақ минут қалды. 8-37-094-04-82 өміріңізді өзгертуге, табысыңызды өсіруге, жаңағы айлықтан байлыққа жетуге, қазіргі тауарыңыздың сатылым санын өсіріп, Қытайдың Уанхундары сияқты миллиондар, миллиардтар табуға дайын болсаңыз, прям дайынмын, қымбатқаным маған просто үйретші десеңіздер, пожалуйста. Офлайн 480 мың теңге, онлайн 240 мың теңге, кері байланысы жоқ, стандарт пакет 95 мың теңге. Сразу тіркеліп, сразу өзіңізді өзгертуге дәл қазір алғашқы қадам жасаңыздар. Айтпақшы, достар, бізде сабақ, офлайн сабақ 22 желтоқсан күні басталады. Дәл қазір 10 мың теңге предоплата төлеп, 20 желтоқсанға дейін бөліп төлесеңіздер болады. Бірақ та рассрочка деген процентпенен қарам нәрселер жоқ бұл жерде. Мен өзім жалпы ондай пайыз рассрочка дегенмен жұмыс жасамаймын. Сондықтан таза наличкамен жұмыс жасаймыз. Сізде таза ақшаңызбен білім алыңыз. Соның иншалла таза ақшаңыздың таза білімін, соның нәтижесін көріңіз. Бізде сол өзіміздің қан теріміздің, еңбегіміздің таза нәтижесін көрейік. Бұл жерде еш нәрсе араластырмаймыз. Таза үйренсеңіздер болады. Стандарт пакет 95 мың теңге, жаңағы онлайн пакет 240 мың теңге, бізде
офлайн Алматыдағы пакет бізде офлайн сабақ 480 мың теңге, негізгі бағасы 1.200 000. Дәл қазір сіздерге табаны күректей 60% грант беріп отырмын сіздерге, е? Дәл қазір эфирде жазып аласыздар. Соңғы 1 минут қалды, достар. 1 минут қалды. Дәл қазір жазылып алдыңыз ба? Все, осы мүмкіндіктер бар сізге. Бізде 2 орын бар, если что, 2 орын бар. 1 минут қалды, достар. 837-094-0482 нөміріне бірден төлем жасап тіркеле аласыздар. Егерде толық оплата болатын болса, оқитын жердің адресі қандай дейді. Айша ханым, Айша апай, сіз дәл қазір төлем жасасаңыз, чекті WhatsApp-қа жіберсеңіз, полный адресін жіберем сіздерде. Хорошо? Алматының ішінде болады, уайымдамаңыздар. Алматының ішінде болады. Алматының ішінде болады. Хорошо? 5 адам оқытам, 5 адам алам. Қазір уже бізде 3 орын толып болды, 2 орын бар. 2 орын бар, Айша апай. Алсаңыз алып қалдыңыз, алмасаңыз мына акциядан алып қалмасаңыз, ертең уже бағасы қымбаттап кетеді, я? Так. Бірден төлем жасап, чекті осы нөмерге WhatsApp-қа жіберіңіздер, полный адресті, уақытын полный жібереміз сіздерге. Есіміңізді, қай қаладансыз, есіміңіз кім, электронный почтаңыз қандай, полный осы нөмерде WhatsApp-қа жібересіздер, е? 837-094-0482. Не оқу дейді. TikTok прямо эфирде тауар сатып, айына емес сағатынан миллиондар табуды үйрететін Ванхун курсы. Ванхун курсы. Мен сияқты міненде Қытайдан барып арнайы оқып диплом алып келдім. Сіздерге де осындай диплом беремін, иншалла. Офлайн сабақтың өзінде сатып табыс табатын боласыздар. Қазір TikTok эфирде қарап жатсыздар ғой, үлкен кісілердің өзі эфирде отырып, тауар сатып, өзінің жаңағы өнерін сатып ақша тауып жатыр, е? Солар қалай сатып жатыр, қалай тауып жатыр, соның барлығын от үйде үйретеміз. Телефон білмесеңіз қалай шығуды, істеуді барлығын үйреніп шығасыз. 5 жастағы балаға таяқ ұстатқандай етіп үйрететін боламыз. Ал достар, бізде сатылым уақыты бітіп кеткен екен. Енді сұрақтарыңыз болса қойыңыздар, е? Сұрақтарыңыз болса қойыңыздар. Оқу қанша дейді? Мә, Жанна ханым, сіз енді кірдіңіз ба? Оқу қанша дейді? Соңынан кіріп атқан кісілер, сұрақтарыңыз болса қойыңыздар. Мен сіздерге қайтадан бір таныстырып жіберейін. Соңынан кіріп атқан кісілер білмейді екен, иә? Бізде стандарт пакет, кері байланыссыз. Манура ханым бізге негізі орын алып қойған, ол кісі полный оплата. Так, достар, бізде бір орын қап тұр екен, е? Бір орын, жақын Манура ханым түсте кеше орын алып қойған, 2 орын бар, 2 орын. Так, сразу төлем жасасаңыздар болады. Бізде, так, офлайн 1.200 000 теңге, дәл қазір 60% грант беріп тұрмын, бар болғаны 480 мың теңгеге офлайн сабақты менің қасыма келіп, бірге бір үйреніп, дайын біздің зауыттан әкеп қойған, дайын нишаны оқып, дайын тауармен бастап кетесіздер. Бағасы қанша тұрады дейді Ләззат ханым. Ләззат ханым, офлайн сабақ бізде 1.200 000, дәл қазір эфирде бар болғаны 480 мың теңгеге оқи аласыздар. Түсте бізде сабақтың құны 600 000 болған. Мен осы эфирде кірген адамдарға өзім арнайы осындай бір бонус жасағым келді, ұсыныс өте жақсы бір мүмкіндік бергім келді. Сондықтан бағасы бар болғаны 480 мың теңге. Алматыға менің қасыма келесіз, бірге бір ана 5 жастағы балаға таяқ ұстатқандай етіп, қарапайым тілмен үйретемін. Тауар дайын, доставка дайын. Тауар алам, қайдан іздейм, кімнен алам деп уайымдамайсыз. Бізде Қытайдан, зауыттан осы жолмен Қытайға барғанда, Қытайдың үлкен Қазақстанда жақсы өтетін тауарларын бәрін зауытынан алып дайындап келдім. Тауар дайын, неше тауып берем, қалай сатудың барлығын үйретем, қолыңа TikTok эфирде отырып, сразу жұмыс жасайтын боласыздар, Алла қаласа. И ары қарай басқа қалада болсаңыздар, біз доставка тауар жіберіп беріп отырамыз кез келген уақытта. Бір тауар болсын, оптым ішкі бағамен, зауыт бағасымен алып жұмыс жасай аласыздар. Мысалы, кейбіреулер бар ғой, ойбай 500 мыңға тауар ал, ойбай миллионға тауар ал демейміз. Бір тал 500 теңгеге тауар алсаңызда біз ерінбей салып береміз. Тек қана өзіміздің шәкірттерге, сырттағы адамдарға ондай ұсынуға жоқ. Толка мен бұл шәкірттеріме ғана жасаймын. Хорошо? Офлайн 480 мың теңге, онлайн 240 мың теңге, онлайн бізде 600 мың болған, қазір мен 60% жеңілдік жасап отырмын, кері байланыс болады, тауар болады, неше таңдап беремін. Ал егерде қымбат екен, ақшам аз десеңіздер, стандарт пакетте кері байланыс болмайды, бірақ сабақтарға 1 айға доступ береміз, өзіңіз үйреніп, өзіңіз жасап кететін боласыз. Тауар алам десеңіз, ішкі бағамен тауар ала аласыз, Қытайдың тауар алуды үйреніп шығасыз, ары қарай
офлайн қатысамын дейді. Манура ханым жаңа төлем жасап қойған, ол кісі уже кеше тосып алып қойған бізге. Алла қаласа, Манура ханым, сізді 22 желтоқсан күні Алматыда болатын сабақта күтеміз, және барлықтарыңызды енді жазылғалы отырған жандарды күтеміз. Стандарт пакет бізде 95 мың теңге, 95 мың теңге. Стандарт пакет келесі потокта болмайды. Бұл потокта мен осы стандарт пакетті қойып отырмын. Мына осы эфирде осы пакетке жазыла аласыздар. Бұл жерде стандарт пакетте бір-ақ минус бар, яғни кері байланыс болмайды. Бірақ та мен сабақты түсінікті етіп платформаға салып қоям. Сол сабақты көріп үйреніп кете аласыздар, иншалла, Так, давайте, достар, мына жерде сабаққа қатысып үлгермеген кісілер бар екен. Мен сіздерге соңғы 3 минутқа ма, 5 минут, 3 минут дейінші жарайды. Соңғы 3 минутқа сіздерге доступ ашам, соңғы 3 минутқа. Айтпақшы, мен бүгін сіздерге айттым ғой, бүгінгі эфирде толық төлем жасағандарға менің сыйлығым бар деп, арнайы құпия сыйлығым бар. Манура ханым, сіз сол сыйлыққа үлгердіңіз. Алла қаласа сабаққа келген күні сізге ұсынатын боламыз, құпия сыйлықты. Так, тағы да басқа кісілер бар, бізде уже жазылып жатқан. Сол кісілер жоқ, мен айттым, осы эфирде төлегендер дедім, Манура ханым төледі, осы эфирдегілерге беретін болам. Так, давайте, достар, мен 3 минутқа сатылым ашам. Бізде қазір 8 кеткенде бастаймыз сатылымды, 9, 10, 11 минут кеткенде сатылым жабамыз. Небәрі 3 минут уақыттарыңыз бар. Толық төлем жасап үлгермеген, орын алып үлгермеген, брондап үлгермеген жандар офлайн 480 мың теңгеге алуға, онлайн 240 мың теңгеге алуға, стандарт пакетті бар болғаны 95 мың теңгеге алуға дәл қазір 3 минут мүмкіндігіңіз бар. 8 минут кетті, бастаймыз, кеттік. 3 минут бар, 3 минут. Давайте, достар, 3 минут бар. Сұрақтарыңыз болса, тез қойып, тез оқып, тез бастап, біз сияқты, мына Қытай уанхуңдары сияқты тез тарсылдатып ақша табыңыздар, отырмаңыздар, отырып ұйықтап отырсаңыздар, сіз жасамасаңыз басқа біреу жасайды. Нарықты елдің бәрі еленіп алғанда сізге уже мүмкіндік жоқ. Сіз ұйықтап, ойланып отырған кезде елдің бәрі мына нарықтағы клиенттің барлығын, аудиторияның барлығын елеп алғанда, ой-бу деп отырмаңыз, қолыңызды екі мұрныңызға тығып. Хорошо? Сіз жасамасаңыз қытайша сөйлеп, ана қытайлар сатып жатыр. Сонда қанша? Айгерім ханым, сіз енді кіріп жатсыз ба? Офлайнның құны 1.200.000 теңге. Дәл қазір эфирде 3 минут сатылым аштым. Бар болғаны 480 мың теңгеге 60% грант беріп отырмын, достар. 60% грант. 837-094-0482 нөміріне бірден төлем жасап, чекті осы нөмерге WhatsApp-қа жібересіздер. Түсінікті ма? Басқа қалада болсаңыз, офлайн оқығыңыз келсе, Алматыға келсеңіз болады. 5 күндік сабақ. Хорошо? 5 күндік сабақ болады. Так, офлайн 480 мың, негізі 1.200.000 болған. Білесіздер ғой, менің менторством миллионнан кем болмайды. Бірақ та мен именно қазір осы менторствомды, офлайн сабағымды 60% грант беріп отырмын. 480 мың теңге. Негізі мен курстың бағасын наоборот өсіруім керек. Қазір доллар өсіп жатыр ғой. Но бірақ та мен осындай бір өте жақсы бір ұсыныс жасалды, менде инстаграмда жазды бір оқырманым да, и сол арқылы мен жасап отырмын сіздерге. Ол тек қана бүгінгі эфирде жазылып үлгерген жандарға ғана. Ал егерде қазір сізде бірден төлем жасайтын ақшаңыз болмаса, 10 мың теңге предоплата төлеп орын ала аласыздар. Ертең сағат 12-ден төлеп болсаңыздар болады. Бізде сабақ 22-сі басталады. 20 желтоқсанға дейін үлгересіздер. Бірақ та дәл қазір 10 мың теңге предоплатамен орын алу керексіздер. Егерде дәл қазір салатын ақшаңыз болмаса, 10 мың теңгені 837-094-0482 нөміріне бірден төлем жасап орын ала аласыздар. Так, 837-094-0482 қымбат Б деп шығады. Тауар дайын, білім дайын, сіз дайын болсаңыз, иншалла, барлығы дайын. Хорошо? Так, давайте, достар, бізде соңғы 1 минут уақыт қалған екен, 1 минут уақыт қалыпты. Онлайн 240 мың, стандарт пакет 95 мың теңге. Кері байланыс керек жоқ, маған арзаны керек десеңіздер, 95 мың теңгелік стандарт пакетке дәл қазір төлем жасап алып алыңыздар. Бұл жерде тек қана кері байланыс болмайды, басқасының бәрі болады. Хорошо? Онлайн сабақ платформаға, арнайы платформада болады сабақ, соған 1 айға доступ болады. 1 ай ішінде үйреніп аласыздар да бастап кетесіздер, тауар алуға доступ болады, біздің каргомен жұмыс жасауға доступ болады. Тек қана мынау қалай еді деген сұрақ қана қоя алмайсыз просто. WhatsApp-та кері байланыс болмайды, Сабақ түсінікті болады.
Өйткені мен қымбат Бақытбекқызы Қытаймен бизнесте жалпы шәкірт тәрбиелегеніме 8 жыл, товарный бизнесте жүргеніме 10 жыл болды. Өзім Қытайдың арнайы ванхундарынан барып 2 ай бойы үйреніп келдім. Өзімде бұрыннан бері эфирде товар сатам. Өзімде бұрыннан бері осы Қазақстан бойынша товар жеткізуменен шәкірт тәрбиелеп, товар сатуды шәкірттерім үйретіп, Қытайдан товар әкелуді үйретіп жүрмін. 5 жастағы балаға таяқ ұстатқандай етіп үйренем. Қазір менің мына эфирім сізге қандай түсінікті болды, менің сабағым одан да үлкен түсінікті болады. Себебі мен қасыңда тұрып үйретем. Бірге бір қытайша айтпаймын, орысша айтпаймын. Таза қазақшамен сізге үлкен кісілер де бар. Менде мысалы 6-7 жастағы, даже 75 жастағы ата келіп оқыған менен. Түсінбеймін, сотка білмеймін деген кісілер келіп оқыған. Простой соткамен келіп оқыған кісілер бар, керек болса да. Жастар ол іліп әкетеді, сразу іліп әкетеді олар. Үлкен кісілерді де тіпті қақпаймын ешнәрсе дегендердің өзі іліп әкетіп жатыр да бұл жерде. Сондықтан менің шәкірттерім бар. Осы 2018-ден бастап қаншама шәкірт тәрбиеледім. Үлкен магазин бутиктерін ашып, компанияларын ашып, шәкірт тәрбиелеп, үлкен қазір Қытайға шығып кетті алды да. Вот. Сондықтан уайымдамаңыздар. Міндетті түрде менің осы курсымның қазір сізге беріп тұрған құнынан неше есе үлкен құнды білім аласыздар, иншалла. Неше есе үлкен құнды услуга аласыздар. Сондықтан уайымдамай, тәуекел етіп бірден оқып алыңыздар. Сабақ курсқа қатысқаннан кейін уазбырат болмайды, сразу айтайын. Қай курсқа қатыссаңыз да уазбырат нет вообще. Бұл менің 10 жылдық тәжірибем, еңбегім, маңдай терім, Қытайға ақша төлеп отырып, қонақ үйіне ақша төлеп отырып, тамағыма ақша төлеп 2 ай бойы сол жерде азып тозып осы білімді үйренейінші, осыны шынайы білімді жеткізейінші деп отырып, шашымды ағартып отырып келдім. Сондықтан менің білімімді алып алғаннан кейін маған ондай уазбырат болмайды, менің еңбегімді. Вот. Давайте, достар, бізде сатылым уақыты бітіп кеткен екен уже, тіркеліп үлгермей қалған жандар болатын болса, бүгін сағат 00-ге дейін тіркеле аласыздар. Себебі бізде қазір 2 орын бар. Предоплата жасап, ертең түскі 12-ден төлесеңіздер де болады. Оффлайн сабақ. Жандарым, сол рассрочка дейді ғой. Енді мен өзім намаз оқимын. Мен негізі алдыңғы жылдары рассрочкамен айналысқанмын. Рассрочка сұрап кейбір кісілер, шынымен де жоғы жағдайымыз деген кісілерге рассрочка бергенбіз бізше. Рассрочка бергенбіз, бірақ та ол процент жүретін бәлеген да. Бізде мына дін жолында процентпен жұмыс жасаған, мысалы, ол қарам болады да. Ал шынымен де мен басында сенген жоқпын да, жарайды деп жасай бердім. Сонымен артынан оның минусын өзім көрдім. Өте опасный. Рассрочкаға жолау керек жоқ. Хорошо, достар. Сондықтан таза жасайықшы. Менің сіздерге беретін білімім таза, еңбегім таза. Сіздер де соны таза ақшаларыңызбен алыңыздар. Адамнан қарыз сұрап алсаңыздар болады, бірақ та мына бәңкенің рассрочкасына жоламаңыздар. Өйткені ода процент жүреді екен. Процент деген ол қарам. Сен қарам нәрсемен оқыған ол нәрсе пайдасы болмайды. Сондықтан тауар болсын, не нәрсе болсын, рассрочкамен алмаңыздар. Таза еңбектеріңізбен алыңыздар. Туысқаныңыздан, танысыңыздан сұраңыз қарызға ақша, бірақ та именно процентке жоламаңыздар. Менде де процентті уже тоқтатқам, мына рассрочканы тоқтатқам. Сондықтан да мен 95 000 теңгеге стандарт пакетті беріп отырмын сіздерге. Осындай сразу төлеуге жағдай жоқ кісілерге 10 000 теңгемен предоплата төлеп орын алып қой деп жатырмын. 20-сына дейін бөліп төлеп ал деп жатырмын. Енді барлық мүмкіндікті қарастырып беріп тұрмын да, достар. Осыдан пайдаланып сіздер бастамасаңыздар, білмеймін да, мынандай қазақшыл алдарыңызда осындай бір қазақшыл, қазағым деп тұрған шынайы үйрететін, сенімді, осындай адал, мықты, білімді 10 жылдық маман тұрғанда бастамасаңыздар, онда білмеймін онда. Алтынды рассрочкаға салса, ломбардқа салып дегенім ғой. Енді ломбард процент ұстай ма сіздерге, білмеймін ғой ол жағын енді. Ломбард деген нәрсені түсінбеймін. Бірақ именно мен сізге рассрочка бере алмаймын, Менде өзі рассрочка шықпайды. Рассрочка жауып қалған еще. Мен өзі рассрочка бермеймін дегеннен кейін рассрочка жауып қалған менде. Ниетім сондай болды, рассрочкамен вообще жұмыс жасау ниет болмады. Сондықтан біздің ЕП-да рассрочка уже берілмейді. Даже реттің өзін бермейміз. Реттің өзінде процент жүреді ғой, 7% па, 5% па. Вот, кезінде алдыңғы жылдар, алдыңғы потоктарда бізде адамдардың көңіліне қарап, жағдайына қарап рассрочка бердік та. Мен енді вообще процентпен жұмыс жасамайым деп уже серт бергем да.
туысыңыздан алыңыз. Қазір сразу төлеуге болмаса 10 000 теңге предоплата төлеңіз. Ертең түске дейін Алла қаласа енді бір туысқаныңыз бар адамсыз ғой, күйеуіңіз бар, туысқаныңыз бар, бала шағаңыз бар, көрші қолаңыз бар, бір алып тұрсаңыз, ертең Алла қаласа тікелей эфирде тауар сатып ақша тапсаңыз төлейсіз ғой, қайтарасыз ғой оларға да. Процент болмайды. Шама бар. Адамнан алсаңыз да бұл процентті алмаңыз. 10 000 теңге, 5 000 теңгеңіз болса, қазір брондап қойыңыз, орын брондап қойыңыз да, қайтып ертеңге дейін Алла қаласа, енді жан пендесіміз ғой, Алладан сұрасаңыз, ниет етсеңіз, шынымен үйренем деген ниетіңіз болса, береді ғой, Алла тағала әрекетін жасасаңыз береді, обязательно ниетіңізді береді. Так, давайте достар, жазылып үлгермей қалған адамдар болатын болса, тауар сіз бересіз бе, сатылып аламыз ба, жақында кірген дейді. Тауар бізде Қытайдан, зауыттан, осы жолы бізде арнайы келісімге келген, зауыттан әкелген тауарлар бар. Бізде тауар дайын, бірақ та тауарды бір штуктеп болсын ішкі бағада ала аласыздар. Мысалы, мына тауар нарықта 1500 теңгеден сатылатын болса, сіз бізден мысалы ішкі баға 500 теңгеден алып 1500 теңгеге сатасыздар. Яғни мен тек қана өзімнің шәкірттеріме дайын тауар анадан іздеп, мынадан сұрап жүрмейсіздер. Бізде тауар дайын. Тауар дайын. Сразу ақша төлеп, мысалы, бәләнбай 500 мыңға, бәләнбай миллионға демеймін. Абрезис аласыздар, Алла қаласа, абрезиспен бастап кетесіздер. Бастапқыда азынаулаға алып, сосын ары қарай заказдарыңыз болса, біз жіберіп тұрамыз. Басқа қалада болсаңыздар, барлық қалаға жіберіп беріп тұрамыз. Ал егерде Алматыда болатын болсаңыздар, онда алып кетсеңіздер де болады. Дастап керек десеңіздер, дастапты мен жібереміз. О жағының бәрін қарастырылған. Анадан мынадан тауар сұрап бастарыңыз ауыртпайсыздар. Бізде тауар наличие дайын. Сразу заказыңыз болса, сразу аласыздар. Ертең төлем жасасам дейді. Айгерім ханым, қазір жоқ, ертең бұл баға емес. Қазір сіз дәл қазір 10 000 теңге предоплата төлеп орын алып қойып, шама бар, бүгін сағат 12-ге дейін төлем жасап болсаңыз болады. Ал егерде мүлде мүмкіндігіңіз болмаса, дәл қазір предоплата обязательно керек. Предоплата өйткені менде соңғы 2 орын қалды. 837-094-0482 нөміріне 10 000 теңге, 5 000 теңге предоплата төлеп, егерде мүмкіндігіңіз келсе, бүгін 00-ге дейін төлеп болсаңыз болады, немесе ертең азанда сағат 10-ге дейін төлеп болсаңыз, орын ала аласыздар осы бағамен. Хорошо? Эфир сақтап қоям. Эфирдің соңынан кірген кісілер болатын болса, обязательно WhatsApp-қа шығып, анық-қанығын біліп алыңыздар, орын бар ма, жоқ па. Мен осы 2 орын біткеннен кейін бағасы бізде офлайн 600 болады, онлайн 250, 300 болады, и жаңағы стандарт пакет ол кезде болмайды. Сондықтан дәл қазір бір предоплата төлеп қойыңыздар. 837-094-0482. Ал егерде ақшаңыз жағдайыңыз кеп тұрма, сразу осы бағада алып алыңыздар. Өйткені 2 орын қазір сразу толып кетеді. Итак жазып жатыр, қазірдің жерде орын алайыншы деп жылап жатқан адамдар бар. Сондықтан орын толып кетеді. Мен сіздерге бүгін сағат 00-ге дейін предоплата төлеп, орын алуға, төлем жасап орын алуға доступ беремін. 2 орын бар, толып кетсе ренжімеңіздер, хорошо? 837-094-0482. Ал егерде сіз одан кейін жазылғыңыз келетін болса, осы нөмірге обязательно хабарласыңыз. Себебі мен көп кісілер бізге сабаққа кіре алмай қалған кісілер бар, қайтадан көрсеңіздер болады. Егер көріп отырған болсаңыз, обязательно осы нөмірге WhatsApp-қа хабарласыңыз, сұраңыз, орын бар ма, жоқ па, бағасы қанша, именно сол моментте бізде қанша болып жатыр, сол бағаменен тіркеле аласыздар. Басқа сұрақтарыңыз бар ма? Обязательно брондап қойыңыздар, 837-094-0482. Так, сұрақтарыңыз бар ма? Сұрақ бар ма? Жаңа сұрап жатыр еді бір кісілер, анау қандай, мынау қандай, үйрене алам ба да. Үйрене аласыздар, обязательно үйрене аласыздар. Мен айтып жатырмын ғой, сіз мысалы бірінші потокта үйрене алмай қалдыңыз ба, 1 жыл бойы қайталап келіп үйрене аласыз. Қайталай қатыса бересіз, бір рет төлеп қатысасыз, болды. Все, ары қарай сіз до конца 1 жыл бойы кез келген уақытта келіп үйрене берсеңіз болады. Біздің есігіміз сізге айқара ашық. Біздің ниетіміз, сізге деген ниетіміз, әрқайсы қазағым осындай бір жақсы TikTok эфир арқылы, прямой эфир арқылы сатуды үйреніп, Қытайлар сияқты, мына TikTok, Instagram арқылы ақша тауып жатқан блогерлер сияқты, уанхундар сияқты әрбір қазағымда
бай болса екен, білім алса екен, жасаса екен деген ниет та. Әйтпесе мен өзім сатып, ақша тауып отыра берсем болады ғой. Бірақ та менің миссиям сол да, адамдарға үйрету, адамдарға кішкене болсын жол көрсетіп жіберу. Өзімнің біліміммен бөлісу да. Давайте, достар, сұрақтарыңыз болмаса, дәл бүгін төлем жасаған жандарға ерекше біздің сыйлықтарымыз бар. Дәл бүгін сағат 00-ге дейін төлем жасап үлгерген жандарға ерекше сыйлықтар болады. Сондықтан эфирді сақтаймын. 837-094-0482 нөмірі скрин жасап алыңыздар. Мен қазір эфирден түсемін. Сұрақтар болса дайректке жазыңыздар, немесе осы нөмерге WhatsApp-қа жазсаңыздар кері байланыс беретін боламыз. Бізде соңғы 2 орын бар. Жазылып үлгеріп алыңыздар. Мен сіздерді Ван Хонг TikTok эфирменен күніне 1-2 сағат уақытыңызды ғана жұмсап, күніне 1-2 сағат уақыт эфирге шығып, тарсылдап товар сатып, тиктокерлер және де Қытай Ван Хонгдар сияқты миллиардтар табатын курсымда күтемін. Офлайн және онлайн сабаққа жаза аласыздар. Бүгін сағат 00-ге дейін орын алып үлгеріңіздер. Соңғы 2 орын бар. Давайте, достар, бізде бұл сабаққа сатылым 3 күн болады. Бірақ мына акцияға соңғы 2 орын қалды. Бұл 2 орын толғаннан кейін уже бұрынғы бағасымен болады. 3 күн бойы бізде сабаққа сатылым болады. Арғарай уже сабақты бастайтын боламыз. Сіздерді сабақта күтемін. Алла қаласа, барлықтарыңызды миллиардер болыңыздар, бай болыңыздар, әр қазағым бай болуға лайық. Тек қана өзіңіз тәуекел етсеңіз, білім алсаңыз, әрекет етсеңіз, сіз де жасай аласыздар.